Саламатсыздар. Мектеп математикасы каналы. Алдарыңызда математика пәнінің мұғалімі Садықов Асқар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз рационал бөлшектерге амалдар қолдану. Бірінші жағдайда рационал бөлшектерді қосу және азайту. Егер рационал бөлшектің бөлімдері бірдей болатын болса, онда бөлімінің өзі жазылады да, алымдары қосу керек болса қосылады, азайту керек болса азайтылады. Мысалы, b-дан a қосу немесе азайту b-дан s тең бөлімінің өзі жазылады. a алымы қосу болса қосамыз, азайту болса азайтамыз. Кешіріңіздер, s. Осылай орындалады. Егер екінші жағдайда бөлімдері әртүрлі болатын болса, онда ортақ бөлім береміз. b-дан a қосу азайту d-дан s дейтін болсақ, ортақ бөлім b-ді, b-ді b-ға бөлеміз, бұл жерде d қалады. b-ді d-ға бөлсек, бұл жерде b қалады. Көбейтеміз, a мен d-ні көбейтеміз, a-ді, қосу керек болса қосамыз, азайту керек болса азайтамыз. s-b, s-b. Осылай орындалады. Енді рационал бөлшектерді көбейту. Рационал бөлшектерді көбейткен кезде b-дан a көбейту d-дан s болатын болса, бөлімдері өзара көбейтіледі, алымдары да бір-біріне көбейтіледі. Егер қысқаратын болса, қысқартамыз. Ал енді төртінші, рационал бөлшектерді бөлген кезде b-дан a бөлу d-дан s тең. Бірінші бөлшектің өзін жазылады, b-дан a. Екінші бөлшек ауыстырылып көбейтіледі. Көбейту s-дан d тең b-s a көбейтілген d. Қысқаратын болса қысқартамыз. Назарларыңызға рахмет.